Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз вектор және тригонометрия. Вектор және тригонометрия деген физикалық шамалар. Яғни вектор деген оның бағыты бар. Мысалға күштің бағыты болады, иә? Күш мысалы былай қарай бағытталған, немесе былай жаққа, мына жақта керісінше жоғары қарай, төмен қарай деп айта аламыз. Mesela жылдамдық. Жылдамдықтың да бағыты бар, иә? Қалай қарай жылжып жатқандығын біз білеміз. Ал енді мысалға уақыттың бағыты бар ма? Уақыттың бағыты жоқ. Уақыт сол үшін скаляр. Скаляр деген бағыты жоқ физикалық шамалар. Вектор деген бағыты бар физикалық шамалар. Сонымен қатар энергия. Энергияның тек қана шамасы болады, иә? 10 джоуль. Қалай бағытталған, оны білмейміз. Сол сияқты қысымның да біз бағытын біле алмаймыз. Қысым деген бүкіл жерде қысым бір атмосфераға тең, мысалға. Және де мысалы векторларға мысал ретінде біз үдеуді айта аламыз. Үдеудің бағыты бар. Мысалы орын ауыстырудың бағыты бар. Қалай? Мына А нүктесінен Б нүктесіне орын ауыстырды. Ал жолдың бағыты жоқ. Жол деген жай ұзындық. Қанша километр жүрдік? 90 километр жүрдік деп айтамыз. Енді мына жерде мынандай екі вектор бар бізде. Ол екі вектор бір-біріне тең бе? Тең бе деген сұрақта векторлардың шамасы, яғни ұзындығы екеуі бір-біріне тең, иә? Ұзындығы қанша клеткаға тең? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ұзындығы 8 клеткаға тең. Тор көзіне 8 клетка. Бірақ екеуінің бағыты әртүрлі. Мына жоғарғысы оңға қарай бағытталған, төменгі векторы солға қарай бағытталған. Сол үшін мысалға мынаған А векторы десек, мынаған Б векторы десек, А векторы мен Б векторы бір-біріне тең емес. Бірақ екеуінің модульдары, яғни ұзындығы бір-біріне тең. Бірақ өздері тең емес. Енді векторларды қалай қосуға болады? Ол үшін біз мына екі векторды аламыз. Мысалы, мына екі векторды, бір векторды бүйтіп аламыз да, қоямыз, соң екінші векторды, оның бірінші вектордың ұшына бұның соңын жалғаймыз. Содан кейін бізде осы жерден жалпы вектор неге тең болады? Жалпы вектор бізде мынау болады. Яғни бұл вектор, А векторы болса, Б векторы болса, С векторы неге тең? С векторы А қосылған Б-ға тең. Бұл жерде не істейміз? Бірінші вектордың соңынан екінші вектордың басына дейін бұлай векторды сызамыз, жалғаймыз. Енді бізде осындай көп векторлар болсын, оларды қалай жалпы векторды табамыз? Жаңағы идеяны қолданамыз. Яғни бірінші мына векторды аламыз, вектор. Сосын екінші векторды бұл вектордың басына жалғаймыз. Сосын үшінші векторды мына екінші вектордың басына жалғаймыз. Төртінші векторды үшінші вектордың басына жалғаймыз. Сосын бесінші векторды былай жалғаймыз, және де алтыншы векторды былай жалғаймыз. Сонда қанша вектор болсын, осы тактикамен шығарамыз. Значит, бізде жалпы векторымыз неге тең болады? Міне, бірінші вектордың соңынан, соңғы вектордың басына дейін жалғаймыз.
Мына вектор бізде бүкіл мына векторлардың қосындысы болады. Мысалы былай жазатын болсақ, мынау А болсын, Б болсын, бізде С, Д, Е және F болса, ол жалпы вектор неге тең болады? R векторы А қосылған, Б қосылған, С қосылған, Д қосылған, Е қосылған, F болады. Енді келесі есепке көшейік. Бұл жерде біз мынандай А деген және Б деген вектор бар. Бізге Б азайтылған А неге тең деген қалай табамыз? Бұнда біз Б қосылған дейміз минус А векторы. Яғни минус А векторы деген тура сол вектор, тек бағыты керісінше бағытталған деген сөз. Мысалы, мына векторды алатын болсақ, тура осының керісіншесін жасаймыз. Мынау бізде минус Б векторы, яғни минус А векторы. Мынау бізде минус А векторы. Көрдіңіздер ме? Тура А векторы сияқты ұзындығы бірдей, бірақ бағыты керісінше бағытталған. Ал мынау Б векторы. Сол үшін жалпы вектор бізде неге тең болады? Және мынаған тең болады. Қайтадан сызайық. Мынау Б азайтылған А деген векторға тең. Осы жерден қандай қорытындыға келеміз? Вектор минус вектор, ол вектордың тура сондай шамасы, тек керісінше бағытталғаны деген сөз. Ал енді мына жерде бізде А деген вектор болсын, мына жерде Б деген вектор болсын. Бізге 2Б деген векторды табу керек, және де А бөлінген 2 деген векторды табу керек. Осыны жасайық. Енді қазір 2Б деген ол тура осыдан 2 штук деген сөз. Мынау бізде 2Б вектор болады. Ал А бөлінген 2 дегеніміз тура осы вектор тек 2-ге бөлінген деген сөз. Мынау 2 есе қысқартып тастаймыз, сонда А бөлінген 2 болады. Бағыты бірдей қалу керек. Б векторы да тура сондай, тек бағыты бірдей, тек 2 есе ұзын. Сонда бізде мысалы мынандай есеп болса, А бөлінген 2 қосылған 2Б деген векторды табыңыз десе, біз мына 2 векторды аламыз, бір-біріне қосамыз. 2Б векторы және де А бөлінген 2 векторы. Сонда бізде жалпы вектор мынау А бөлінген 2
қосылған 2b. Яғни с векторы. Енді косинустар теоремасын біз келейік. Бұл тригонометрияның бір формуласы. Яғни осындай кез келген бір үш бұрышты қарастырайық. Альфа, гамма және бета бұрыштары. Бета, гамма және альфа бұрыш. Кез келген бұрыш, кез келген ұзындық. Сонда мысалы біз с-ны табу үшін мына формуланы қолданамыз. С квадрат тең болады. А квадрат қосылған Б квадрат азайтылған 2АБ и қарама-қарсы бұрыш. Қарама-қарсы бұрыш. Косинус гамма. Көбейтілген косинус гамма. Косинус деген функция, ол жерде косинус на гамма градуспен болу керек. Мысалы 50 градус. Және де мысалы шеңберде қанша градус болады? Максимальный градус, мына максимальный градус 360 болады. Бір рет айналып шығу 360 градус болады. Сол үшін мына жерде тағы бір маңызды мәселені өте кетейік. 360 градус бізде 2 пиге тең. Мынау бізде радиан деген өлшем бірлік, мынау градус. 360 градус 2 пиге тең. Яғни 1 радиан неге тең? 360 градус бөлінген 2 пи. Қазір табайық. Пи деген кәдімгі біздің 3,14 деген атақты пи саны. Не, 360 бөлінген 2 бөлінген 3,14 тең болады 57,3 градус шамамен. Яғни бізде ответ жауаптар 57,3 градус. Бір радиан 57,3 градусқа тең екен. Ал енді есептерге көшейік. Бізде бұл жерде 4, 5 және 120 градус берілген. X-ті табыңыз. Қандай формула қолданамыз? Әрине, косинус теоремасын қолданамыз. X квадрат неге тең? 4 квадрат қосылған 5 квадрат, яғни с квадрат неге тең? Ол а квадрат қосылған б квадрат, азайтылған 2аб көбейтілген косинус 120, азайтылған 2 көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген косинус 120. Сонда x квадрат неге тең? 4 квадрат 16 болады, 5 квадрат 25 азайтылған. Мына жерде 2 жердегі 4-ім 8, жердегі 5-ім 40 көбейтілген косинус 120. Яғни 16 қосылған 25 азайтылған 40 көбейтілген 120 градустың косинусы тең болады 61-ге. X квадрат бізде 61-ге тең, яғни X түбір асты 61 шамамен неге тең екен табайық. Түбір асты 64 8-ге тең, значит түбір асты 61 8-ден аз, бірақ 7-ден көп. 7,81 болады екен шамамен. 7,8 немесе 7,81 десек болады. Жақсы, енді келесі есепке көшейік. Енді синус теоремасы. Синус теоремасы деген не нәрсе? Осындай бізде 3 бұрыш бар. Оның қабырға бұрыштарының бұрыштары С деген бұрыш бар. Мұнда Б деген бұрыш, және де мұнда А бұрышы бар.
сосын бұл қабырғалардың ұзындығы кішкене а-ға тең, мынау кішкене с-ға тең, және де мынау астыңғы қабырға кішкене б-ға тең. Сонда а бөлінген синус а тең болады б бөлінген синус б, тең болады с бөлінген синус с. Осы синус теоремасы деп аталады. Енді осы есепте x-ті табу керек. Мына бұрыштары берілген 30 градус және 45 градус. Енді x бөлінген қарама-қарсы бұрышта синус теоремасы қалай еді? X бөлінген синус 30 тең болады. Мына 5 түбірасты 2 бөлінген синус 45. Енді негізі мына жалпы бір синусты бір қайталап жүрейік. Синус 0 градус. Калькулятордан тексеретін болсаңыздар, синус 0 0-ге тең. Синус 90 1-ге тең. Атақты градус бұрыштар ғой. Синус 45 1 бөлінген түбірасты 2-ге тең. Және де синус 30 ол 1 бөлінген 2-ге тең. Сонымен қатар синус 60 түбірасты 3 бөлінген 2. Синус 37 0,6-ға тең. Және де синус 53 0,8-ге тең. Менше осыларды жаттап алсаңыздар маңызды деп ойлаймын. Жиі кездеседі. Калькулятормен де шығара салуға болады, бірақ мына жерде біз былай оңайлау калькуляторсыз шығаруға тырысайық. Синус 30 бөлінген синус 45. 5 түбірасты 2 көбейтілген. Синус 30 ол 1 бөлінген 2-ге тең. Ал синус 45 1 бөлінген түбірасты 2-ге тең. Бұл неге тең? 5 көбейтеміз түбірасты 2. Мынау жоғары қарай шығып кетеді, былай қарай. Түбірасты 2 бөлінген 2 болады. Түбірасты 2 ол 2-ге тең, 2-ге қысқарады. Сонда бізде x-іміз 5-ге тең екен. Келесі есепке көшейік. Міне, осы жерде бізге 5 пен 4 берілген. Бізге мына а бұрышын табыңыз дейді. А бұрышы неге тең? Немесе б бұрышын табу керек. Және де мына с деген ұзындықты табу керек бізге. Ал с-ны біз бірінші а-ны табайық. Синус теоремасын қолданайық. Косинусты да қолдануға болады. 5 бөлінген қарама-қарсы бұрыш ол бізде синус а, тең болады 4 бөлінген синус б. Тең болады неге? С бөлінген синус 60. Жақсы, бұл жерде бізде 5 пен 4-тің нелері берілмеген. Онда біз с-ны по-любому бірінші косинустар теоремасын тауып алайық. С квадрат неге тең? А квадрат қосылған б квадрат азайтылған 2аб косинус 60. А деген мынау болсын, б деген мынау болсын. Сонда с квадрат бізде 5 квадрат ол 25, қосылған 4 квадрат 16, азайтылған 2 көбейтілген 5 көбейтілген 4, көбейтілген косинус 60. Қарап жүрейік, калькулятормен косинус 60 неге тең? 60-тың косинусы 0,5-ге тең екен. 0,5. Сонда с квадрат бізде 25 қосылған 16 ол 41 болады, азайтылған 2 жердегі 5-ім 10, 10-ды 40-қа көбейтсек, 4-ке көбейтсек 40, 40-ты 0,5-ге көбейтсек 20 болады. Сонда жауап бізде 21 екен. С бізде түбірасты 21. Яғни біз осы жерден енді с-ның шамасын білеміз ғой. Қалғандарды таба аламыз. 21 түбірасты неге тең? 4,58 дейді. Шамамен 4,58 деп жазайық.
Енді мына жерде синус А арқылы Аны табайық. 5 бөлінген синус А тең болады. Түбір асты 21 бөлінген синус 60. Синус 60 бізде түбір асты 3 бөлінген 2-ке тең, е? Осы жерде не болады? 5 көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 2 түбір асты 21 тең болады синус Аға. Оны қалай табамыз? Біз калькуляторда функция бар. Мысалға біз 50 деген градустың синусы былай болады ғой. Енді біз мынау қандай бұрыштың синусы дегенді былай табамыз. Second F'ті басасыздар, сол кезде синус минус 1 деген кері функция. Осыны басып басаңыздар, міне. Көрдіңіздер ме? Жаңағы сан, 0,766 бізде қандай бұрыштың синусы, 50 градустың синусы дейді. Сол үшін біз соны табайық. А бізде неге тең? Калькулятордағы синус минус 1 функциясы. Немесе оны біз арк синус деп атаймыз. Немесе бұны біз арк синус деп атаймыз. Неге тең екен табайық. 5 көбейтілген 3-тің түбір астысы бөлінген 2 бөлінген 21-дің түбір астысы тең болады. Осындайға, е? Бұл міне қандай, синус минус 1 деп тұр ғой. Қандай бұрыштың синусы? 70,89. Енді 70,9 деген бұрыштың синусы екен. Біз бұны синус тәремесімен де тапсақ болады, синуссыз да тапсақ болады. Мысалы, Б неге тең болады? 180 азайтылған 60. Yani 180 деген 3 бұрыштың қосындысы 180 болады. 70,9. Бұл неге тең? 80-нен 60 азайтсақ 120 болады. 120-дан 70 азайтсақ 50. Одан 0,9 азайтсақ 49,1 градус болады. Оны давайте былай тексерейік. Не функция бойынша? Синус Б бізде неге тең еді? Мына жерден сразу тауып жүрейік. 4 көбейтілген синус 60, ол түбір асты 3 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 21. Сонда 4 көбейтілген 3-тің түбір астысы бөлінген 2 бөлінген 21-дің түбір астысы тең болады мынандай санға. Бұл қандай бұрыштың синусы міне? 49,1. Көрдіңіздер ме? 49,1 градустың синус екендігін былайда анықтадық. 3 бұрышты да қосып анықтадық. Б тең болады 49,1 градус. Синус деген осындай функция калькулятормен таба бересіздер. Енді біз жалпы тригонометрияның формулаларын қайталап жіберейік. Қайталап дегенде өтейік. Мысалға мынандай бізде тік бұрышты 3 бұрыш беріледі. Ол тік бұрышты 3 бұрыш болуы тиіс. Бір бұрышы 90 болу керек. Сол кезде бізде синус А деген қандай функция екен? Синус А деген бұл бұрышқа қарсы катет. Қарсы катет. Ал бұл гипотенуза деп аталады. Ең ұзын жағы, яғни 90 градусқа қарама-қарсы жағы гипотенуза деп аталады. Сонда синус деген бұрыш ол қарсы катеттің гипотенузаға қатынасына тең. Енді келесі косинус деген функция ол неге тең? Косинусты қараңыздар, Б бөлінген С дейді. Б деген іргелес катет. Іргелес көрші катет.
іргелес катет. Іргелес катеттің гипотенузаға қатынасы. Гипотенузаға қатынасы. Косинус. Одан кейін мына жерде бізде тангенс деген функция бар. Тангенс. Ол неге тең? А бөлінген Б. Яғни қарсы катет бөлінген іргелес катет. Сосын мына төртіншісі КТЖ деген катангенс деген сөз. Катангенс. Но тангенс. Ол котангенс. Катангенс. Ол керісінше іргелес катеттің көрші катетке қатынасына тең. Іргелес катеттің қарсы катетке керісінше қарсы катетке қатынасына тең. Осы негізгі төрт формуланы біз бір қарап шықтық. Енді келесі. Мынау тригонометрияның негізгі формуласы. Бұл синус квадрат қосылған косинус квадрат тең болады бірге. Кез келген бұрыш үшін осы формула орындалады. Яғни осы формуладан біз мынандай формула шығара аламыз. Яғни бұл екінші формула қалай шығады? Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең болады бірге. Осының барлығын біз косинус квадрат альфаға бөлсек не болады? Синус квадрат бөлінген косинус квадрат ол тангенс квадрат альфа болады. Қосылған косинус квадратты косинус квадратқа бөлсең ол 1 болады. Не біз осылай дәлелдедік. Біріншіні. Енді қазір осы формуладан екіншіні де дәлелдейміз. Маңызды формулалар. Яғни синус квадрат қосылған косинус квадрат бөлеміз, барлығын синус квадратқа бөлсек, бірді де синус квадратқа бөліміз керек. Бұл неге тең болады? Синус бөлінген синус ол 1 болып кетеді. Косинус бөлінген синус, білесіздер ғой, косинус бөлінген синус неге тең екен, оказывается? Ол катангенс квадрат альфаға тең екен. Біз мына жерге жазып қояйық. Синус альфа бөлінген косинус альфа ол бізде тангенс альфаға тең. Косинус альфа бөлінген синус альфа ол бізде катангенс альфаға тең. Сосын мұнда тағы бір маңызды бір мәселе бар. Оны енді қалай тапсақ болады? Осы формулады қолданып табамыз ғой. Альфа қосылған бета 90 градусқа тең екенін білеміз, себебі мынау 90 градус. Енді значит альфа қосылған бета бізде тоже 90 градус болу керек. Сонда міне қараңыздар. Косинус альфа бізде неге тең? Косинус альфа суреттен қарайық. Ол іргелес катет бөлінген гипотенузаға тең, Бұл Б бөлінген С, бұл неге тең? Бета үшін қарсы катет бөлінген гипотенузаға тең, Значит, синус бетаға тең. Косинус альфа синус бетаға тең. Егер екі бұрыштың қосындысы 90 градусқа тең болса. Содан кейін синус альфаны қарайық. Синус альфа бізде қарсы катет бөлінген гипотенузаға тең, А бөлінген С. Ол бета бұрышы үшін бұл не? Іргелес катет болады, Яғни косинус бета болады. Іргелес катет бөлінген гипотенуза. Екінші формуланы дәлелдедік. Тангенс альфа тең болады, катангенс бета, ол тангенс альфа бізде неге тең? Синус альфа бөлінген косинус альфаға тең. Ал синус альфа неге тең екендігін дәлелдедік? Косинус бетаға тең екендігін дәлелдедік. Косинус альфа неге тең? Синус бетаға тең. Сол үшін тангенс альфа неге тең? Катангенс бетаға тең екен. Бұны біз дәлелдедік.
Ал енді қазір біз келесінеге көшейік. Бұл бұрыштарды біз түсіндік. Енді бізде мынандай бір вектор берілсін. Мынау бізде А деген вектор болсын. Ол вектордың екі проекциясы болады. Мына X осіне және Y осіне екі проекцияны біз көлеңкесі как будто сызуға болады. Мынау AY болады, мынау AX болады. Енді бізге мақсатымыз AY пен AX неге тең екендігін табу. Ал енді мына бұрыш бізде тета деген бұрыш болсын. Онда мына үш бұрышты біз мынандай халге келтіре аламыз, ұзындықтарын. Мынау бізде қазір тура осы үш бұрыш сияқты үш бұрыш сайын болмай жатыр. Мынау А деген вектор болса, бұл ұзындық, мына бұрыштың қарама-қарсысы ұзындығы неге тең? AY-ге тең, мынау AX-ке тең, Ал енді осы үш бұрыштан біз қандай формула таба аламыз, балалар? Біз мынандай формула таба аламыз, мысалы, синус тета неге тең? Қарсы катет AY бөлінген гипотенузаға тең, Осы жерден пропорция бойынша біз былай таба аламыз. AY неге тең болады екен? А, мынау көбейтілген синус тета, да? А көбейтілген синус тета. Міне, AY-ті біз таптық. AY бізде неге тең екен? А көбейтілген синус тетаға тең. Енді косинус тета неге тең? Мына үш бұрыштан, тік бұрышты үш бұрыштан қарайтын болсақ, ол іргелес катет AX бөлінген гипотенузаға тең, міне. 90 градустың қарама-қарсысы. Осы жерден де біз пропорция арқылы мына А-ны солға қарай жібереміз. Сол кезде AX бізде неге тең болады? А көбейтілген косинус тета, міне. Біз AX-ті де таптық, ол неге тең? А көбейтілген косинус тета. Яғни біз бұл векторды біз алып тастап, орнына екі проекциясын қойсақ, есепті шығара берсек болады. Өте ыңғайлы. Мына жерде енді біз векторды бүйтіп ала салайық. Бізге вектор керек жоқ. Вектордың орнына біз міне екі проекцияны қойып шығарамыз. Өте ыңғайлы метод. Жақсы, бізде мына жерде енді мына вектор бар, соның проекцияларын табыңыз дейді. Проекциялар неге тең екендігін табайық. Так, мынау X осі, мынау Y осі. Осы вектордың бізге вектордың ұзындығын табу керек. Және проекцияларын табу керек. AX неге тең? AY неге тең? Так, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, шамамен 9 дей салайық. Сонда мына AX бізде шамамен 9-ға тең екен. Ал AY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11-ге тең. AY, яғни минус 11 болады. Себебі мына жақ теріс қарай кетіп бара жатыр ғой. Сол үшін AX бізде 9-ға тең екен, AY бізде минус 11-ге тең. Сонда А бізде неге тең? Осы екі проекциясының квадраттаған қосындысына тең, Пифагор теоремасы. Естеріңізде ме? Мына үш бұрышты біз былай жаза аламыз ғой. Мынау гипотенуза 90 градус, мына жағы AX, мынау AY. Сонда бізде А квадрат неге тең? AX квадрат қосылған AY квадратқа тең. Яғни А тең болады. 9 квадрат қосылған. Минус 11-дің квадраты ол плюс сан болып кетеді. Сонда А неге тең? Бізде 81 қосылған 121,
Екеуін қосатын болсақ, бізде 202 болады. Түбірасты 202 неге тең екен? 81 қосылған 11-дің квадраты тең 202. Түбірасты 202 14,2 болады екен. Шамамен 14,2-ге тең екен ұзындығы клеткалар бойынша. Жақсы, енді осы екі вектордың жалпы ұзындығын табу керек бізге. А векторы мен Б векторын мысалы қосындысының ұзындығы неге тең? Ол үшін біз екі векторды да проекцияға бөлеміз. Бұлай болсын, мұна жоғары қарай Y болсын, горизонтально X болсын. Мына жақта ұзындығы неге тең? Так, 1, 2, 3 дей салайық. 3. Мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 болады. Яғни AY бізде 3-ке тең, AX бізде 6-ға тең болсын. Бұны да екі проекцияға бөлеміз, осылай және де бұлай. Сонда мына жағы 1, 2, 3-ке тең, 3-ке тең. Мына жағы неге тең? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14-ке тең. Яғни BX, BY бізде минус 14, төмен қарай бағытталған. BX бізде 10-ға қарай бағытталған, яғни плюс 3. Сонда біз мына екі векторды қалай қосамыз? Екі векторды қосқан кезде бұл не болады? Бұны біз С деп белгілейік. С деген вектор болсын. Біз бірінші CX-ті табамыз. Ол неге тең? AX қосылған BX. Екеуі бір жаққа қарай қосылып тұр, я? Бұл 9-ға тең. Ал CY болса, AY қосылған BY тең болады. 3 азайтылған 14 неге тең? Минус 11-ге тең. Демек, екеуінің общий векторы шамамен мынандай шамаға тең екен. Мына жерге сызатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мынау бізде CX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мынау бізде CY. Общий векторымыз бізде былай қарай бағытталған вектор болады екен. Сонда С векторы неге тең? Түбірасты CX квадрат қосылған CY квадрат. Тура жаңа алдындағы вектор сияқты болады екен. 9 квадрат 81 қосылған 121, яғни түбірасты 202. Яғни С бізде 14,2-ге тең. Ал С-ның өзінің бағыты қалай болады? Бұлай қарай болады екен. Мынау бізде С деген вектор. Жақсы, енді келесі неге көшейік. Осы мысалдар қараңыздар, үйде шығарыңыздар, осындай мысалдар. Жақсы, енді осымен біз сабағымыз соңына келді. Келесі сабақта біз осының орысша вариантын өтеміз. Одан кейінгі сабағымызда біз есептер шығарамыз тағы да. Сау болыңыздар.